Қабір маңындағы үй. Автор Айдана Істілеуова. Жүрегі ауыратын адамдар оқымасын. Бұл әңгіме өмірде болған өте қайғылы оқиға. Үй маңындағы шұбырған балалар даланы шаңдатып ойнап жатыр. Шолпан апа бүгінде далаға шығып, «Әй, мен сендерге әр ойнаңдар дедім ғой, барыңдар басқа жерге», деп айқай салғанда, балалар ауыл шетіндегі көлге қарай жүгіре жөнелді. Үсті басы алба жұлбасы шыққан Болат, көздері жәутеңдеп Шолпан апаға қарап тұр. Бірдеңе сұрақсы келеді, бірақ айта алмай, тілі күрмеле. «Шолпан апа, нан беріңізші. Бүгін тағы тамақ ішпедім, жездем», дей бергенде, көздерінен жылт еткен жастары домалақтап барады. Өңешіне ащы өксік тіреліп, даусы да дірілдей жылап жіберді. Бір кездері бақытты, балалық шағын алаңсыз өткізіп жүрген Болат 4 жасында әке-шешесінен қапыда айырылды. Ол кезде есінде ештеңе де жоқ еді. Есін білгелі туған әпкесінің қамқорлығында, десе де маскүнем жездесінен көресіні көріп келеді. Ішкен еркектің шаңырағында қайбір береке болсын. Ол кездері еркектер ішіп алып, әйелдерін шыңғырта сабап жүретін заман ба? Сондай көріністер сәнге айналғандай жиі қайталанады. Мейлі, іше берсін. Бірақ жетім қалған балтызына кішкентай болса да мейірімділік көрсетудің орнына ызалана қарайтын. Байғұс балаға тамақты да дұрыс жегізбейтін. Тамақ ішіп отқан Болаттың басына ауыр қасықпен еш себепсіз қойып қалады. Әпкесі қанша жерден қорғап қалуға әлек болса да, күші жетер емес. «Сен қатынға айттым, мына күшікті жетімдер үйіне өткіз, тамаққа ортақтастырып, көзге шыққан сүйелдей, әлі де кеш емес, қарасын құртатын бол». Неше түрлі былапыт сөздер кетіп жатыр. Мұндай жағдайда Болат дереу үйден қаша жөнеледі. Әйтпесе жездесі, әпкесі екеуін сабап тастайтыны санасына жатталып қалған. Туған әпкесі Болатты өз балаларынан да артық жақсы көреді. Анасының соңғы сөзі де жанына батып барады. Анасына Болатты ешқашан жетімдер үйіне өткізбейтін, қамқор болатынын айтып уәде берген еді. Сол бір маскүнем жездесіне Болат ызалана өсіп келеді. Кейбір түндерін мал қорада сабанның үстінде көзіледі. Қарны бірде аш, бірде тоқ. Көршісі Шолпан апа бар жағдайды білетін. Ара-тұра жеті баласының тамағынан жырып, Болатқа аз бөлігін үлестіретіні бар. Ес білгелі таяқтан көз ашпаған Болаттың жүрегі тасқа айналғандай. Қаңғып жүрген кішкентай күшіктерді, мысықтарды көрсе азаптап өлтіруді әдетке айналдырды. Оның да өз себебі бар. Жездесі үйдегі ит пен мысыққа беретін жуындыны қолымен көрсетіп, «Сен жетімек, менің маңдайымның соры болдың. Сенен қарағанда мыналар жуынды жейді. Сен де сондай болуға тиіссің. Бұл үйде саған орын жоқ». Қаршадай баланың шүйкесіне, намысына әбден тиетін. Сондықтан да Болат ашуын қаңғып жүрген күшік мысықтан алады. Күшіктердің мойнына жіп байлап, бір ұшына пакетке тас салып, суға батырып жүрегі селт етпестен қарап тұрады. Бала мысықтарды пакетке салып, әжетханаға тастап жіберетіні де бар. Сол үшінде ауыл балаларынан таяқ жеп үлгірді. Тіпті бұл әдетін әпкесі де біліп ұрысқан еді. Бұрынғыдай жылай салатын бала біраз өзгерген. Болаттың көздері кекке толы. Айтатын сөзі, «Ертең өсіп алайын, жездемді өз қолыммен буындырып өлтіремін» деп жиі айтқан сайын әпкесі бір шешімге келді. Байғұс әпкесі амалсыздан Болатты балалар үйіне өткізуге мәжбүр. Ол жақтан күнделікті тамағын ішіп, жақсы тәрбие алады деген үміті де бар. Бірақ бауыры әпкесінің бұл ойын дұрыс түсінбегені өкінішті. Отқа май құйған жездесі, «Әй жетімек, сені түрмеге бергелі жатырмыз. Енді сол жақтың бұламығын жеп өмір сүресің». «Ха-ха-ха» деп күле сөйлеп, баланың шүйкесіне тағы тиді. Жездесінің сөздеріне сенген Болат әпкесіне жалына жылады. «Әпке, мені ол жаққа апармашы. Тамақты аз жейтін боламын. Осында қалайыншы. Жездем ұрса мүлдем жыламауға сөз беремін.
мал қорада түнейтін боламын. Үйге кірмеймін әпке деп, тек мені түрмеге апармашы деді. Болатжан-ау, ол түрме емес. Онда апайлар өте жақсы қарайды. Дәмді тамақ жесің, ешкім ұрмайды. Жездең жалған айта береді, оған сенбе. Інісін әзер көндіріп, балалар үйіне әкелді. Әпкесі көз жасын тия алмай, қайта-қайта Болатты құшақтап жібергісі жоқ. Амал нешік, солай жасамаса, інісінің қаталдығына шектеу қоя алмайтыны белгілі. Балалар үйіне аяқ басқан Болат бастапқы күндері қуанышты болған. Жылы төсек, дәмді тамақ. Бірақ одан да жалыққан бала қанша жерден қорлық көрсе де, ауылдағы ескі лашығын, бірге ойнайтын достарын сағынды. Болатқа тәртіппен жүру ұнамады. Өзіне тиіскен балаларды оңдырмай ұрып, жазалау бөлмесіне жиі қамалып, тәрбиешілерден жиі таяқ жеді. Жездесінің түрме деген сөзі есіне түскен сайын әпкесіне ызаланды. Өмір өтіп жатыр. Болат жақында 18-ге толады. Өте бұзық, әрі кекшіл болып өсті. Әпкесі балалар үйіне өткізгелі бірде-бір келмеді. Оның сыры белгілі. Күйеуінен қорыққан әпкесі қалаға қарай аяқ баспаған еді. 18-ге толған сәтте балалар үйінен босатылды. Әпкесінен мүлде хабар ала алмаған Болат ауылға қарай құстай ұшты. Ойы, әпкемді бір көріп, қалаға кеп жұмыс жасаймын. Үйлі болсам, әпкемді анам алғыннан құтқарамын деп. Бірақ өмір болғасын, кейде біз күтпеген оқиғалар боп тұрады. Ауылға келген Болат әпкемді көремін деген арманы орындалмады. Әпкесі бірнеше жыл бұрын басқа жаққа көшіп кеткен. Пәтерден пәтер ауыстырып жүріп, онан қыстың суығында базарды сыпырып тазалайтын әпкесіне суық тиіп, өкпесі қабынған еді. Қу тіршілік, бала-шағаның қамы, бауырына деген сағыныштан іш құса болған әйел емделуге уақыт таппай, соңы айықпас дертке әкеліп, соңғы күндерін ауруханада өткізді. Туберкулездің жұғатын түрін жұқтырған. Балаларына да жұқты. Бірақ енді басталып жатқан жұқпалы аурудан балалары сауыққан еді. Әпкесінің құшағын емес, қара жердің топырағын құшқан Болат өксігін басалар емес. Осынша жыл сарғая күткен әпкесін жоғалтып алғаны жанына батып барады. Бекер кеттім. Әттең, мені балалар үйіне апармағанда тірі болар едің әпкетайым. Енді мені кім құшағына алады? Өзін кінәлі санаған Болат ашу-ызадан жерді жұдырығымен ұра берді. Болаттың келгенін естіген жездесі ізім қайым жоғалды. Қорыққан болар. Ауылдың тұрғындарының құлағына әңгіме тез тарайтыны айтпаса да белгілі. Ауылда бір ай тұрған Болат естеліктері түскен сайын қиналады. Жаңа өмір бастау үшін қалаға жол тартты. Құрылыстағы жұмысқа тұрған. Жатар орны тегін болғанымен, ішіп жеумен, киім-кешегінен ақ ақшасы бітіп қалады. Жұмысы да ауыр, күні бойы бетон құю. Бұрын істеп көрмегесін белі удай ашып, тез шаршап, кішкене демалып отыра кететін. Бұндай кезде аспанды тіреп тұрғандай бригадир айқай салады. Бригадир тым мазасыз, аузына келген боқтығын айтып, Болаттың жүйкесін тоздырып бітті. Бұл жұмысынан шыққан Болат базарда жүк тасушы болды. Қонатын кезде вокзалға барып, орындықта ұйықтаған соң аяқ-қолы ойып, жатқан құрлы болмайтын. Бірде базарда бір әйелдің сумкасын ұрлап кеткенін көріп, мен неге қиналы өмір сүруім керек? Болса да дала қаңғып, қарным тоймай аш жүргенше, осы кәсіпті үйреніп неге байымасқа деген арам ойы лезде азғырды. Алғашқы күні қорқып жүріп, бір әйелдің сумкасындағы әмиянын білдіртпей алды да, заттасып жүрген арбасына сала салды. Ешкім байқамады. Күндегі арба сүйреп табатын ақшадан да екесе көп тапқанына Болаттың ойы өзгерді. Уақыт өте, нағыз баукеспе әмиян ұрлаудың шеберіне айналды. Жанында өзі сияқты ұрылар тобы да құрылды. Қара базарға келген қарапайым халықты сылап сипап кететін Болат ақшаға әбден құныққан. Әр тиынын есептеп, маңдай термен тапқан ақшасынан айырылған әйелдер зар жылап, қарғыстарын айтып кете барды. Я, бабаларымыз себепсізден себепсіз әрбір асыл сөзді мұра етпегені бәрімізге таныс жағдай. Қарғыс алма, алғыс ал, мақалын жоққа шығарғыңыз келсе де, сүт бетіне шығатын қаймақ секілді
көрінетінін қайтерсіз. Қалталары майланған Болат және оның достары ауқымды жоба ойластыра бастады. Ауқымды жобалары үлкен сауда орталықтары, дүкендер. Сырттарынан біраздан бері бақылап жүрген заңды органдар қылмыс үстінде ұстап біраз жылға қамауға алынды. Тағы да бірнеше жыл өте шықты. Болат қамауда отырып, бостандықтың қадірін түсінгендей. Енді қылмыс жасамауға өзін іштей көндіріп, отбасы құруды ойлады. Түрмеде медбике болып жұмыс жасайтын Сара есімді аруды алғаш көргенде ұнатып қалды. Сараны ол жердегі еркек атаулылардың бәрі ұнатады. Жүзі жылы, әдемі күлкісі, өзіне жарасымды қыз бір жыл бұрын жұмысқа келген еді. Сараны көру үшін қылмысын өтеп жатқандар жиі ауырып қалатын. Солардың қатарында Болат та бар. Қасында күзетшілер болғандықтан Сараға артық сөз айта алмай, аз уақыт болса да қыздан көз алмай отыратын Болатты Сара да ұнатты. Ғашық болған жігіт тағы да өтірік ауырып Сараға жазған хатын тығып ала шықты. Медпунктке барғанда ғашығын көріп тағы есінен ауғандай тесіле қарап тұр. Сол отырған жеріне хатты тастап кетті. Онан кейін тағы да күндер өте берді. Уайымнан Болаттың ұйқысы қашты. Сансыз сұрақтар, ол хатты оқыды ма, әлде оқымай шырта салған шығар. Арада бір ай өткенде тағы ауырдым деп Болат Сараның жүзін көру үшін медпунктке келді. Сол күн Болаттың естен кетпес бақытты күні еді. Сара күзетшіні сыртқа шығарып жіберіп, тілімдей қағазды Болаттың кісендеулі қолына ұстатты. Ол қағазда мен де сені ұнатамын деген қыздың жауабы бар. Бұл қағазды оқыған Болат қуаныштан көзіне жас алды. Сол күннен бастап өміріне нұр кірген, өмір Болат үшін өте тамаша болды. Тәтті үмітпен ғашықтықтан соңғы жылдары тез өтіп кеткен Болат бостандыққа шыққан күні ғашығымен алғаш рет қаланы аралады. Өте бақытты күндері өтіп жатты. Сара Болаттың бар жағдайын білсе де ғашығынан бас тартпады. Тіпті жаңа өмірге бірге аяқ басуға өзі ұсыныс жасады. Бұндай тосын сыйды күтпеген Болат әбіржіп қалды. Тағы да сондай бақытты. Екі ғашық қол ұстасып Сараның үйіне келді. Сараның анасы жоқ, басқа отбасын құрған. Анасын танымайды. Ес білгелі әкесі мен әжесінің қолында тәрбие алды. Үйге келген Болатты болашақ күйеу баласы ретінде таныстырды. Негізі әжесі, келін болатын жасың келді. Біреуің болса, алдымен таныстыр. Немеремді жақсы жанға ғана беремін деп жиі айтушы еді. Әжесі мен әкесі Болаттың бар жағдайын естіп үндемей қалды. Сәлден соң әкесі, айналайын Болат, бізді де түсін. Қызым сенімен бақытты боламын десе, біз қарсы болмаймыз. Тек жағдайларың жақсы боламын дегенше осы үйде тұрасыңдар. Екі ғашықта қуана келсе кетті. Сараның әкесі жиған тергенін жиып, үлкен той жасады. Туыстары күйеу баланың түрмеге отырғанын естіп, бойларын аулақ ұстауға тырысты. Көз қарастары да өзгеше. Жеңгелері сыртынан, мынадан басқа бай таппаған ба? Түрмеден шыққан адам, қайбір оңған адам дейсің, деп гугу өсекте жерде жатпады. Онан қалды күшік күйеу деген атақта бар. Жас келіншегімен бақытты Болат құрылыстағы ауыр жұмысқа шықты. Басқа жерге жұмысқа тұру мүмкін емес. Тезірек мол ақша тауып, жеке отбасы болғанын қатты қалады. Бірақ құрылыстан ондай ақша табу мүмкін емес екенін ұқты. Қайта еске әдетіне оралуға мәжбүр. Әйелінің, туыс аға-інілерінің күшік күйеу деген сөздерінен намыстанатын. Бұл қылығын, бұрынғы ұрлығын ешкімге білдіртпей жасап жүрді. Сараға, құрылыста түнгісіменге ауыстым, ақшасы жақсы болғасын деп жалған айтты. Ол кезде Сараның аяғы ауырлады. Жүктіліктің әсерінен Болаттың жұмысына мән бермеді. Уақыт өте Сараның ай күні жетіп қызды болды. Болат қаражат жинап, пәтер жалдап тұруға дайын. Жаңа туған сәбиімен пәтерге көшуге асықты. Атасының сөзінде елемей, тіпті рахметін де айтпай, перзентханадан жаңа шыққан Сараға, жүр жинал, өз үйімізге барып тұрамыз, деп бұйыра сөйледі. Болат, бір ай тұрайықшы, қызымыз қатайғанша, дегеніне, жетер, осы күнге дейін шыдағанмын. Кетпейді екенсің, мәңгіге қал осында. Болаттың даусы қатты шықты.
Ортаға әжесі мен әкесі түсіп аздап ұрыс болды. Күйеу баласының өзгергені Сараның әкесіне мүлде ұнамады. Қызының жағдайы үшін Сара әжесінің қасында қалуға амалсыз келіскенімен ешкімге білдіртпей жылап алатын. Болат ашумен есікті қирататындай жауып сол кеткеннен қайта келмеді. Қолына кішкене ақша тигені сол-ақ екен. Өзін еркек санап ақшасын көңіл көтеруге қыз қырқынға жұмсады. Сараға деген көңілі суығандай ма, артынан бірде-бір рет іздеп келмеді. Сара болса сол күні ізінен еріп кетпеген үшін күнде өкінумен күндер өтіп жатты. Арада жылдар өтіп, Сараның сүйкімді қызы Дара 4 жасқа толды. Сөйлеген сөздері сондай тәтті, сап-сары қуыршақ секілді. Сара Болатты іздеді, бірақ таппады. Ол кездері Болат басқа қалаларда ұрлау кәсібін жалғастырып жүрген. Кейіннен осы қалаға келгенде Сарамен кездесіп қалды. Сара сүйіктісінен айырылып қалмау үшін Болаттың ізінен қалмайтынын әжесі мен әкесіне айтқанда біраз ұрыс болды. Айналайын-ау, осы кезге дейін сені іздемеген жанмен қалай бірге тұрмақсың? Ой, әке, Дараға әке керек. Әкесіз өсіргім келмейді. Мені де түсініңіздерші. Сараның асығыс шешіміне келіспеске амалдары болмады. Бұрынғы кездеріндегідей Сара басқа қалада әдемі пәтерде тұрамын деп ойлаған. Бірақ Сараның жүрегі үйді көргенде қорқыныштан дір-дір етті. Үй дегені көне лашық, әрі қасындағы бейіттер көп. Болаттың ізіне менттер түскен еді. Сонан қашып жүріп, қала шетіндегі бейіттердің маңына салынған қараусыз үйді паналаған болатын. Сара мен қызын қасына сол ішінде ертті. Сол лашықта тығылып, Сараны азық-түлік алуға жұмсау үшін әрі сырт көзге еш күдік болмайды. Мұны кешікқан Сараның өзегі өкініштен өртене әлі күнге дейін Болатты жек көреді. Дара қызының өлімі сол бір лашықта орын алған еді. Лашыққа келгелі Сара бәріне үнсіз көнуде. Бұл бір сынақ. Алдағы уақытта қала орталығында тұрамыз деп өзін көндіруде. Сара, мен соңғы кезде ауырып жүрмін. Бүйрегім жұмыс істесем шыдатпайды. Басын төмен салып, мұңды көзімен қараған Болатқа жаны ашыған әйелі: жарайды жаным, өзім емдеп аламын. Еш уайымдама. Қалай күн көреміз жаным. Мен соны саған айтуға батылым жетпеді. Әлі де кеш емес. Осы лашықта өзім өмір сүре берем. Саған қиын болса, әкеңнің үйіне бара бер. Жоқ, олай демеші. Бұл сынақтан бірге өтеміз. Сенен енді айырылмаймын. Солай бақытты көрінген Болат пен Сара өзара келіскендей. Ертеңіне ерте тұрып орталыққа жұмыс іздеуге кетті. Болат қызын бағып үйде қалды. Жұмыс табыла кеткен Сара қуанып лашығына да жетті. Қыс айы, дала суық, лашықты жылытуға қиын. Қаншама ағаштар жағып жатыр, тез суып кетеді. Ағаштардың қайдан келіп жатқанына мән бермеген Сара бір демалысында Болаттың бейіттерді аралап жүріп, сондағы ағаштарды әкеліп жүргенде жүрегі зырқ етті. Үйден жүгіре шығып: Болат, бұның не? Қалай ғана дәтің жетіп ағаштарды алып жүрсің? Жә, жетер. Енді үсіп өлдейсің бе? Не айтарын білмей қалған Сараның қорқынышы Болатты алаңдатпады. Бұл бер жағы ғана. Тағы бірде ішімдік ішуге Болаттың достары келген еді. Сара қабағын түйе күйеуіне қарады. Болат түсінгендей далаға шығып кеткен. Терезеден қарап еді, ішімдіктерін бейіт басына барып ішті. Онан қалды төбелесті. Соңында бейіттегі көктасқа дәрет сіндіргенін көргенде шошыды. Тіпті Сара үйде жоқта Болат достарымен бейіттегі кесектерді бұзып алып сатады екен. Оны да кейін білді. Түнгі сменге қалған Сара қызын ойлап таңға дейін әзер жүретін. Бір ай шыдаса орталыққа көшетінін жоспарлап қойған. Бірақ ол жоспары күл-талқан болды. Иә, бұның да өтеуі бар. Бейітті қорлау надан адамның ісі. Түнгі сменде тұрған күні Болаттың достары үйге ішімдік ішуге келді. Үйдің ішінде ішімдікпен темекіні бұрқыратқан олар әбден масайрап сыртқа шықты. Бір-біріне ілесіп: жүріңдер, бос жүргенше кесек қарап қайтайық. Кесек алатын бір клиент тауып қойдым. О, жүріңдер онда. Темекілерін ауыздарынан тастамайтын олар әр бейітті аралап кете барды.
Ол кезде Дара ұйықтап жатқан еді. Жалғыз өзі қараусыз. Қызын ойлайтын әке ішімдік ішкенде қызы барын ұмытып та кетеді. Стол үстіне ішімдік ішкендер шеккен темекілерінде тастаған болатын. Сол дұрыс сөнбей, бықсып жанып, соңы өртке ұласып, Болат пен Сара жалғыз қызынан айырылды. Сара үшін қызының денесін көре алмай, күлге айналғанын көру ең ауыр соққы. Осы кезге дейін сол күнді еске алған сайын өзінде Болатты да жек көреді. Бота ханым, жалғызым, кешірші анаңды. Енді қалай өмір сүремін сенсіз? Ботадай боздаған Сара неше жылғы жан сырын осы парақшаға бөлісуді жөн көрді. Кейіпкер қазіргі өмірінде балалары бар, бақытты. Болат түрмеге түсіп, кейіннен есі ауысқан емханаға жатқызылды. Әлі күнге дейін есін білмейтін тірі пенде болып жүр. Алланың берген жазасы болар.